Бүгін бірден екі тақырыпты өтеміз: атомдар және молекулалар және химиялық элементтер. Ең алдымен атомдар мен молекулалардың айырмашылығы неде? Жалпы атомдар мен молекулалар бұл химияның ең негізгі бөлшектері. Атомдар ол кәдімгі бөлек бөлшектер. Әрқайсысы бір бөлек бөлшек, бір бөлек атом. Осылай өзіңізге кішкентай шарик түрінде елестетсеңіз де болады. Ал молекула деген осы атомдардың бірнешеуінің қосылған түрі. Осы бірнеше атом бір-бірімен қосылып, нәтижесінде жалпылама осындай молекула түзіледі. Одан бөлек жай және күрделі заттар деген нәрсе бар. Бұл атомдар мен молекулаларға ұқсас. Жай заттарға атомдардың барлығы жатады, күрделі заттарға молекулалар жатады, бірақ барлығы емес. Бір ғана айырмашылық бар. Бірде екі атомнан тұратын 7 түрлі молекула бар. Осы 7 түрлі молекула жай заттарға жатады. Ал қалған молекулалардың барлығы күрделі заттар. Енді химиялық элементтер деген бізде не? Бізде атомдардың барлығы бірдей емес. Атомдар әртүрлі бола алады. Олардың да түрлері көп. Жалпы химияда 118 элемент бар қазіргі уақытта. Бірақ олардың ең негізгілері, мектепте ең жиі кездесетіндері осылар. Әрқайсының өз атауы, белгісі және оқылуы бар. Осыларды жатқа білген дұрыс. Егер кітап қызықтырған болса, бекітілген комментарийде сілтемелердің барлығы тұр. Солар арқылы өтіп, проект туралы көбірек біле аласыз.